Саламатсыздар ма оқушылар? Өткен тақырыптарда біздер автобус сыйымдылығын таңдауды өттік. Бұнда яғни негізінен кесте бойынша осындай номограмма маршрутта қажетті автобустар санын анықтау номограммасын сызу керек болатын. Ол үшін біздер жолаушылар тасымалданған жолаушылар санын кері бағыттағы және тіке бағыттағыны бір-біріне қосып келесідей мәндерге ие болдық. Мысалға айталық 5 пен 6-ның жолаушылар ағының саны бұл 2100-ге тең болды. Сол себепті біздер мынандай номограмма құрған кезде, кесте құрған кезде біздер 2000 шамамен 1000, 2000, 3000, 4000 деп алып, оның арасын 2100-ді осы тұстан белгіледік. Ары қарай өзіміздің есептеріміз бойынша есептеп, осындай номограмманы құрдық. Ал келесі бізге көрсетілгендей автобустардың қажетті санын анықтап, оның келесідей мәндерін алдық. Айталық, автобустың қозғалыс интервалын анықтап, аталған формула арқылы G-A тең болады Т0 бөлінген AM. Бұндағы Т0 дегеніміз маршруттың автобустың айналым уақыты, ал AM дегеніміз бұл қажетті автобустардың саны. Және ол формулаларды өткенде есептеп, Т0-ді 95,6 минут деп, эксплуатациялы жылдамдықты 12,54 км/сағат деп есептедік. Бұл номограмманы құру үшін маршруттағы автобустардың санына байланысты қозғалыс интервалының мәнін X өсіне енгізіп, келесідей эксплуатациялы жылдамдықты эксплуатациялы, яғни мысалда бірдей алынады. Бұл мысалға номограмманы құру үшін X, Z, Y, X, Q, яғни ол деген берілген, яғни саны болып табылады маршруттағы автобустардың сыйымдылығын анықтау үшін. Және Z, ол кәдімгі өс. Сондай үш өсті қарастырамыз. Z дегеніміз бұл X пен Y-дің шамасына тең болады. Яғни X пен Z-ті масштабқа сәйкес Q өсіне теңестіреміз. Ол үшін Q-ды табу үшін, сыйымдылықты табу үшін келесідей формуланы біздер тұрақты жазамыз. Ол барлығымыз үшін бірдей болып табылады. Бұл яғни Q дегеніміз бұндағы автобус сыйымдылығы. Автобус сыйымдылығын алу үшін, біздер табу үшін үлкен жолаушылар Q, яғни үлкен Q, бұл жолаушылардың маршруттағы бір сағаттағы жолаушылардың ағыны. Және оны көбейтеміз жолаушылар жолының орташа ұзындығына. Мысалға біздер өзіміздің мәндеріміз бойынша салыстырмалы түрде аламыз бұны. Ал AM дегеніміз бұл автобустардың қажетті саны, эксплуатациялық дегеніміз ол эксплуатациялық жылдамдық. Бұны біздер өзіміз таптық. Бұл мысал ретінде берілген мәнде 12,54 км/сағатқа тең болды. Және осы номограмманы құру үшін толтыру коэффициенті тұрақты мән, яғни ол 1-ге тең болады. Соны формула арқылы есептеген кезде бұл мәндерді ешқандай есептеп алудың қажеті жоқ. Себебі деген барлығы көрініп тұр. Тұрақты мән ретінде сіздерге есептеріңізге оңай болсын деп, біздер бірден салыстырмалы түрде алған шамаларды көрсетеміз. Егер салыстыру үшін сыйымдылығы 115 жолаушылардың айталық біздер есепті Икарус 280 маркалы автобуспен және сыйымдылығы 80 жолаушы болатын Лиаз 677 автобустарын алдық. Біздер
бүкіл қаладағы автобустардың барлығын алу мүмкін емес. Сол тұста біздер осы ғана екі мәнді екі автобусты салыстырып, олардың мысалға Икарус интернеттен жазатын болсақ, олардың қайдан біліп отырық біздер жолаушылар сыйымдылығы осындай 115 болатын. Біздер оның техникалық картасында, яғни әр автобустың өзінің техникалық картасы болады. Сол автобустың техникалық картасынан қарасақ, техникалық құжаттарына қарасақ, бұның өзінің мәні болады тұрақты. Осыншама адамды тұрып тасымалдауға болады. Автобустарға мінген кезде көретін болсаңыздар, жолаушылардың саны 43-тен аспау керек, тұрып тұрған адамдардың саны 10-15-тен аспау керек деген сияқты сондай табличкаларды көруге болады. Бұл да сол сияқты. Икарус 280 деген маркалы автобустың жолаушылардың сыйымдылығы 115-ке тең болады. Ал Лиаздікі 677-ге тең болады. Лиаздікі маркасы 677, ал жолаушылардың сыйымдылығы 80-ге тең болады. Ол үшін біздер келесідей мәндерді тауып аламыз. Оны табу үшін, яғни бұнда айтқан 115 осындай кесте құрамыз. Бұл яғни Q өсі мен X өсі болып табылады. Және бұл мына жердегі Z бұл яғни автобустардың жолаушылардың саны. X, Z, Q үш өсті белгілейміз. Ол үшін мысалға айталық 115 мен 80-ді алсын деді ғой біздерге. Бұл өс Q өсі, мына қарап отырсаңыз, осыша жазылған число мест в автобусе дейді. Бұл яғни 10, 20 адам, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 115. Яғни біздер екі автобусты қарастырып отырық. Біздерге тауып аламыз 115-ті және 80-ді. Әр мәнді 10-10-нан алып отыр, яғни 10 адам. 0-дан бастап 10 адам, 10-нан бастап 20 адам, 20 адамнан бастап 30 адам. Солай 115-ке дейінгі мәндерді алып отыр. Ал жолаушылардың саны, Z деген жолаушылардың саны, яғни тасымалданған жолаушылардың саны. Бұл бір күнде мысалға 400-500 адам болуы мүмкін. Сол сияқты біздер 10-10-нан әр бөлігімізді шамамен дәптерлеріңізге өздеріңіз үшін клеткаларды 1 сантиметрден алып есептеп қойсаңыздар болады. Ал ең соңында бұл осы барлық сызуларды шама келгенше компас бағдарламасымен, компас 3D бағдарламасымен сызуға болады, немесе автокад білетіндеріңіз автокадпен сызуға болады. Ал енді мүлде қолжетімсіз болса, яғни кәдімгі сызуға арналған қатты бетпен, A4, A4 форматындағы бетпен сызып, осындай кесте құруларыңыз тиіс. Және 115 белгілейміз. X өсін осылай белгілеп қоямыз мына жерде X өсі. X өсі деп мына кестен түбіндегі X өсін деп солай қарастырамыз. Және бұны белгілеу үшін мысалға 80 болған кезде бұл шама, яғни автобустардың қажетті саны 20-ға тең болып тұрды. Мына жерде қарастыратын болсақ, өздерінің мәндерінің бойынша қарастырасыңдар, бұл тек мысалға берілген мәндер. Ал бұл Q автобустардың сыйымдылығы 80 мен 115-ті тұрақты мән ретінде аласыздар. Және келесі, мына жерде 115-ті қарастырамыз, ол 14-ші графаға сәйкес келеді. Яғни автобустардың қажетті саны 14. Жолаушылардың сыйымдылығы 300 адамнан асып кеткен жағдайда пик сағаттар үшін біздер 14 автобусты қосымша шығару керек деген сөз. Және сондай сияқты 20-ға тең болған кезде жолаушылардың қажетті саны 200-дей жолаушы болған кезде автобустардың саны 20-ға арту керек. Сондай сияқты осы кестені осылай түсіндіріп, толықтай осындай номограмманы құруларыңыз тиіс.